маған беріңдер. Дәл қазір сіздерге даярлап, біз 6 тақырып дайындап қойдық, оны леттен көрсетеміз, және сіздерді араластырып, 4 актерді мен осылай сынағым келіп тұр, енді өзім актер болмағаннан кейін. Арайлым, Бекзатпен дуэт болсаң, Саят ағамен, Бексұлтан екеуі дуэт болса, екеулеріңіз араластырып, сіздерге міне 12 кейіпкер даярлап қоям. Ішінен араластырып отырып таңдаймын да, кез келген кейіпкер берген кезде мұнда шыққан тақырыпқа қарай импровизация жасау керексіздер. Кейіпкер дегенде оны пародия жасау керек па, сонда қалай? Пародия жасап, соның рөліне кіріп отырып. Мысалға егер образбен ба? Төлеген мен Қыз жібек болса, Төлеген мен Қыз жібек болып жаңа тақырыпқа қарай үйлесіп айтып кету керексіздер. Сөз айтмайтын. Иә, диалог құрып сол мәселені талқылап деген секілді. Сонымен қазір бірінші жоп бізде Бексұлтан мен Саят, ал қайсын аламыз? Бексұлтан бізде Ромео екен. Маған Джульетта тұсқап жүрсің. Байқайық. Қыз жібек болса, иә? Адам етін жегіш маньяк. Өзі түскен. Ал бізде енді бірінші тақырып қандай екен? Леттен көрсетіп Сила жіберсе. притяжения. Бізде бірінші тақырып алып комета келе жатқан естіген алғашқы екеу. Сіздер осы кометадан келе жатқан бірінші ол Жерге естідіңіздер. келе жатыр. Дәл енді импровизация жасап, маньяк пен Ромеоның рөлін ойнасаңыздар. Уақыт кетті. Так. Мынау келе жатқан комета Джульетта емес па? Я не істейміз енді, қашу керек та. Не істейміз? Қашайық. Қайда қашамыз, бәрібір құтылатын жеріміз жоқ қой. Джульеттан сойып жейік. Джульеттан сойып жейік. Иә, олай да болады. Джульеттан сойып жейік. Сосын не? Мен бірақ Ромеомын ғой. Ромео? Иә. Сол сен тірі қалу үшін Джульеттан сойып жейміз да? Деген сияқты бізде. Деген сияқты әлі жібересің. Қойма. Ал, келесі кезек сіздерде. Ал келесі кезек, жарайды, келесі таңдап жіберейік. Актерлық мастерствомыз осы жерде білейін деп тұр ғой. Сонымен міне, Арай бізде жалмауыз кемпір. Арай жалмауыз Қыз болуы кемпір. мүмкін ба? Мүмкін, әбден мүмкін. Түрін дайындап Қыз жібек. Ал, екі. Жалмауыз кемпір мен қыз жібек. Қыз жібек. Сонымен бізде уақыт қандай екен? Уақытты бір көрсетіп жіберейік. Бізге береді екен. Жер шарында қалған соңғы екеу. Мейлі қыз бен жігіт болып қалсаңыздар, екі қыз бірдей қалып тұр. Апасы мен Қандай қыз десеші, немересі десек те. Ал, уақыт кетті. қалған соңғы екеуі. Екеуі дейді. Осындай жерде да біздер. Жағажайда тұрсыздар. Ал қыз Біздің ар жағынан Төлеген келер ме екен? жібек Қалай ойлайсың? келмейді. Келмейді ме? Екеуміз ғана қалдық бұл жерде. Тұр. Төлеген! Қайда кетті Төлеген? Мен теңіздің ар жағына кеттім. Жалмауыз кемпір. Жатып қал бола ма? Жалмауыз кемпір артында ұшып барады. Өзі сыпыртқысымен. Жалмауыз кемпір сыпырттың міне. Шымай. Болды, мен образдан шығып кеттім. Ал болды, ал образ бітіп қалыпты, образ бітіп қалыпты. Ал ары қарай жалғастырайық. Бізде келесі кезекте Саят пен Бексұлтанға кім келді? Так. Мынау кетіп қалды, иә мынау. Саят бізде Қожа, менің атым Қожа фильміндегі Қожа. О, Ал екінші Сұлтан. Бексұлтан Эйкюль Пуаро, Агата Кристидің шығармасындағы атақты детектив. Сонымен Детективпін ғой. Лупа жетпей тұр, маған. бізде тақырып қандай екен? Тақырып құдалардың отырысындағы екеу. Құдалардың отырысындағы екеу. Мен Қожамын ба? Детективпен Қожа. Жоқ, Саят Қожа. Мен Бексұлтан Қожа. Эйкюль Пуаро. Саят аға Қожа. Мен детективпін. Ал, Уақыт кетті ма? кетті. Кетті. Ал, Қожеке. Бастаңыз. Давай. Ал, біз қайдамыз? Мынау кімнің үйі? Өлген адам сөйлемейді. Бастың барлығын. Енді түсіндім. Қылмыстың барлығы осы жерден басталған сияқты. Кімсің ей? Пуэрни Корнелюк. Сен мен қайдан танисың? Сен детективсің. Сен ана сұлтанның құдандал күйеуің жолдас баласының ағасы емессің бе? Иә. Осындай жерде қылмыстың бәрі болады. Қымызың қайда? Десең. Вообще. Мына құдалық көңілсіз құдалық болды ғой дейміз, ә? Да, битик.
Қазір рөлдер ұнамай жатқан кезде бір деп ата береміз. Өзі атқылап бүйтіп кете бере ма? Сонымен енді бізде Арай өрмекші адам. Вау. Өрмекші адам. Цк. Ал Саят бізде алдар көсе. Бекзат. Бекзат бізде алдар көсе. Алдар көсе? Алдар көсе мен өрмекші адам қайтер екен. Бізде қандай тақырып екен? Өрмекші адамның қыз тұрғандай ой. Министрліктер алдында митингке шыққан екеу. Кеттік ал. Біз шығып жатырмыз ба? Біз қорғап Сіздер жатырмыз екеуіңіз ба? ғана митингке шығып отырсыздар. Министрліге қарсы. Мен алдар көсемін. Сіз алдар көсе. Ұнамағандар ата Бастайсыз беремін. ба? О, Шелебек паук. Сен десең, мен қазір Хан Шатыр жаққа барып қайтайын. Сен мына жердің барлығына не істеуге болады? Автобустың бағасы төмендесін, бензиннің бағасы төмендесін. Сен оған мінбейсің ғой бәрібір. Ой, алдар көсе деппін ғой. Сен Шелебек паук. Сен бәрібір автобусқа мінбейсің ғой. Сен бәрібір автобусқа мінбейсің. Митингте не жоғалттың? Жаман актер болсақ. Эй, сен деген мінбейсің ғой автобусқа. Пенсияның ақшасын көтеріңдер. Сен Шелебек пауксың Көтеріңдер. ғой. Бізде болғанса біткен сияқты бізде де бар. Бітпей қалды ма? Қиында болып кетті. Қиын ойындар қиын болып кетті ау дейін, Быцыққа. Солай болсыншы. Алдар көсе өйтіп амандасамай жатады ғой мана мультигінде бір-бірімен. Шелебек, сөйтем керек. Шелебек паук. Абайеке. Амандасамай жатқан жерін көрсетеміз ба? Давай. Абайеке. Сосын Ролик болып кетсе. Мистер Бин мен Человек-паук. GTA. кешірім сұраймын, құрметті Керемет көрермендер. болды, енді ойынға да белсене араластыңыздар. Иә. Әсіресе маған ең бірінші ойнаған қыз жібектің теңіздің артына шомылып кете жаздағаны, кетіп қала жаздаған кәдімгідей ұнады. Рахмет, ойынымыз осымен аяқталды. Ары қарай да жалғастыра беруге болар еді. Сіздерге дуғал шапалақ, өнерлеріңізге, таңертеңгі біздің осы көрермендеріміздің көңіл күйін көтеріп, керемет позитив сыйлағандарыңызға көп рахмет.